Төбе бір түркі жұртушының жұмыр жер бетінде қастерлі қос мекен бар. Бірі Алтай, екіншісі Түркістан. Алтынтау Алтайдың қасиетіне қанықпыз. Ергенекон түркі халықтарының тал бесігі. Ал Түркістан түркі жұртының бірыңғай дүниетанымын, ділі мен дінін қалыптастырған рухани астана. Халықтық қалпымыз бен дәстүр салтымыз мейлінше сақталған сырлы өлке хақында Қазақстанның халық жазушысы Әбіш Кекілбай Түркістан жүректі дір еткізер бір ауыз сөз деп ой орнықтырған. Тұтас ұлттың бірегей болмысын айқындап берген Түркістан тарлан тарихымен қатар теңдесі жоқ текті мұраларымен дараланған өзгеше өңір. 14 ғасырда тұрғызылған бірегей архитектуралық ескерткіштерінің бірі Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Орта ғасырда ғұмыр кешкен Ахметтің әкесі Ибрахимда Исфиджабта әулиелігімен танылған шейх болған. Ислам қағидалары мен хадисті жетік меңгеріп, саналы ғұмырын құлшылықпен өткізген. Қазақ жерінде ислам дінін таратуда да шешуші рөл атқарды. Ибрахим ата аңыз бойынша 4 әділ халифтің 4-шісі, Әли Әбу Талибтен өрбіген Исқақ бабтың 13-ші ұрпағы. Махмуд атаның баласы Ибрахим шайх өте оқымысты ұлық ғалым болған. Өз дәуірінің әулиесі дәрежесіге жеткен шейх болған. Мен бұған өншелікті мән бермей жүредім. Жақында Түркиядан бір кітап алдым. Күпірлізаданың сол кітабында жазуға қарағанда Ибрахим шайхтың 10.000 қол берген шекірті бар екен. Өзінің бір әулеті Мұса шайх дегенні қызыға баянда біз жоғарыда айтқандай Қарашаш анаға білән тұрмыс құрып, бұлардан 2 ұл дүнияға келеді. Біреуі Қожа Ахмет, екіншісі Садыр Қожа. Қожа Ахмет Яссауиді барлығымыз білеміз. Барғы күллі түркилерінің оқымысты әулие бабасы. Енді Ибрахим шайх туралы баяғы Түркиядан келген кітапта соған мән бергенімізде бұл кісінің білімі, көрсеткен кереметтері өте көп болғандығыны, бұл кісі диқаншылық білән айланысқандығыны, өмірін ғибадат білән халал өмір өткізіп дүниядан өткенлігіні тарихи кітапларда, шежірелерде айтқан. Қожа Ахмет Яссауи 7 жасқа жеткенде атасы қайтыс болады Ибрахим ата. Оны тәрбиелеген баяғы біз жоғарыда айтқанымызда Қарашашана, Мұса шайхның қызы Айша Хатун лақабы Қарашашана сол тәрбиелеп, сондай барлығымыздың құрметті тұлғамызға айланған. Мен жеке-жеке жатыр қарғайсы. Барлығы жеке-жеке жатыр. Енді бұл кісі туралы мынандай бір бізде рываят дейді, сендерде рываят, бір аңыз бар. Аңыз қазақшада. Аңызда не дейді? Бұл кісі дүниядан өткеннен кейін бұның табыты жүрген дейді, адамдар жүре алмай қалған. Соншалықты оның адам көп болған. Ибрахим ата кесенесі орта ғасырлық архитектуралық ескерткіштердің қатарынан. Сайрамның солтүстік батыс жағындағы биік төбеде Ақсу ауылына баратын тас жолдың бойында орналасқан. Тарихи деректерге қарағанда 12 ғасырларда Ибрахим ата мен Қарашаш ана қабірлері үстіне зәулім ғимарат кесенелер тұрғызылған. Табиғи жағдайларға байланысты мазар ескіріп бұзылғандықтан 19 ғасырда қазіргі жаңа сағана қайтадан соғылды. Ал әулиелігімен әйгілі болған Ибрахим атада ешкімде жоқ болған қасиеттері болған деседі. Қасиеттердің біреуі, мысалы үшін, мен Түркиядан алған бір кітапта, Түркия Ислам қамысы деген кітапта Ибрахим ата турасында айтыпты. Ибрахим атаның 10.000 шәкірті бар еді. 10.000 шәкірті, 10.000 соның мұрыты сол кісінің қол астында дәрежеге жеткен. Тек қана ол бұл жерден емес, Иранның келген, Афганның келген, Пакистанның келген, жердің түпкір-түпкірден келіп, сол кісінің қолында тәрбие тапқан. Уламалыққа жеткен. Ол кісінің тағын бір қасиеті өзінің отбасында сонда тәртіпті болғаны, диқаншылық білән айланысқан. Соның қасиеттердің бірі баласыға өткен. Қожа Ахметке. Қожа Ахмет Яссауи туралы біз айттық, әкесі білән шешесі пияз отап отырғанда келіп, баяғы Құрандың үйренген сурағынға сайкес жегенен қалып, бекенен шық деген сөзін айтып, сол
даланы арамшөптен тазалағаны туралы. Бұларның барлығы атасында да сондай қасиеттер болған. Ибрахим ата кесенесі орта ғасырлық сәулет өнеріндегі күмбезді мазарлардың көнеден сақталып қалған ескерткіштерінің бірі. Қабырғасы күйдірілген кірпіштен қаланған. Кесенеге ішінара сылақ жүргізіліп, әктелген, бірнеше рет қайта салынып, жөндеу жұмыстары жүргізілген. Ескерткіштің бастапқы күмбезі бұзылған. Оның орнына 20 ғасырдың басында табақ темірден 4 жағына тайқы шатыр орнатылып, ортасына шошақ күмбез салынды. Биіктігі 8 метрден асатын кесененің уақыт өте келе бояулары мен жазулары көмескілене бастаған. Тіпті дәл жолдың жиегінде болғандықтан бір кездері құлауға да шақ қалды. Бірақ дер кезінде жүргізілген жұмыстың нәтижесінде топырақтары құлай-құлай жарға айналған жері тегістеліп, кесене айналасы абаттандырылды. Мемлекет қазынасымен бірге жергілікті халықтың да жәрдемі көп тиді кесенеге. Зілзаладан құлап қалған күмбездің орнына жанашыр жұрт қаңылтыр қойды. Ал Сайрамдағы Исвижап қайырымдылық қорының қызметкерлері 1996 жылдан бері жұмыс жүргізіп келеді. Сайрамның қақ ортасында Қожа Ахмет Яссауидің анасы, Ибрахим атаның жолдасы, Исвижаптың белгілі молдасы Мұса шейхтің қызы Айша ханымның қабірі бар. Бірақ қазақтар ол кісіні құрметтеп Қара Шашаны атап кеткен. Қара Шашана салиқалы, сабырлы, намысты бәрінен биік қоятын мұсылман әйелдердің бірі. Қыз келіншектерге де ислами ілім негіздерін оқытып, оларды әділ, таза өмір сүруге үндеген. Біз енді Қара Шашана туралы шежірелерден, кітаптардан қарастырсақ, ол кісі жастайын, күйеуі 50 жасқа жетместен тұл қалған. Қожа Ахмет Яссауи 7 жасар кезінде атасы Ибрахим Шайх аламнан кеткен. Сол уақытта екі баласын оқыту, имандылыққа үйрету, мұсылманшылықты дарыту Қара Шашананың арқасынан болған. Бұл кісі де оқымысты, ғибадатты, әулие кісінің қызы болғандығыдан перзенттерінің сондай жақсы қылып тәрбиеледі. Ибрахим атаның да Қара Шашананың да тұқымынан кісілік үзілмеген. Әулетінен әулиелер, отбасынан оқымыстылар, ғалымдар көптеп шыққан. Сол себепті Қожа Ахмет Яссауи мен бауыры Садыр Қожаға ерекше қасиет өз жұртынан да, нағашы жақтан да дарыған. Бір сөзбен айтқанда, тектілік тұқымына қуа қонған. Қара Шашана кесенесі 13 ғасырда салынған болатын. Уақыт өте келе ескіріп, бұзылуға шақ қалған сағана 18 ғасырда қайта соғылды. Мазардың оңтүстігі мен батысында екі порталы бар. Портал маңдайшасы сүйір жебеге ұқсатылып жасалған. Кеңес үкіметі кезінде қараусыз қалып кетеу кеткен кесенеге ел тәуелсіздік алғалы бір шама жөндеу жұмыстары жүргізілді. Ең әуелі жергілікті Исвижап атындағы қайырымдылық қоры көмек қолын созды. Төбесінен тамшағатын жерлері жөнделді. Ендігі міндет солтүстікке қарай қисайып кеткен кесенені қалпына келтіру. Бұл жердегі жөнделетін жерлер, мысалы үшін мына тұрған маналарда ғарына біраз тұратын болса, кішкентай жер сілкінетін болса, жарылып кетуі мүмкін. Сондықтан бұлардың барлығын жөндеп қойса, күллі түркилердің шешесі, анасы, құрметті анасы Қара Шашанаға болған құрметіміз болады. Ал ондан тыс қараңыз, 200 жылдан бері сақталып келетін мына ағаштарға да қандайдыр химик істеу беру керек. Мына ағаштарға да химик істеу беру керек. Мен соны сұрайын деп тұрмын, кейін қойын. Арша ғой. Ондан кейін сол вақыттағы кісілер, ата-бабалар білген екен. Мұны қанша дейді, 15 ай суға салып қояр екен, сондай қылып сақтаға. 1900 жылға шейін ешкім қараған емес. 1900 жылдан кейін мына мешіттің қорып болғаннан кейін халықтың ақшасы біледі. Үлкен мешіт мерді. Құрғаннан кейін кәрелер сұранды. Осы әулиенді бір тұрлап қоймасаң бәрі аудалды ғой деп. Содан кейін бұны бір тиын ақшасы жоқ еді. Қаша мәне биыл 3 жыл болды, ақша келіп өзіне жетіп алды. Оған ақшасы жоқ. Төбесіне ғышыны бәрін тұрлаған мен. 11 әулиен тұрладым. Міне еді қақпаны құрдым. Одан кейін бар, мәне енді ақша түшіп жатыр. Енді мәне кірәске мен кірап отырмын. Біз қыламыз, үлкеніне мәне дәулет ақша бөліп жатыр. Халықтың көмегімен халықтың көмегімен біледі.
Сансыз баптар мекені Сайрамда зияратчылар, саяхатчылар, тәу етушілерді өте көп. Алайда сол кісілердің барлығы да зиярат тәртібін біле бермеуі мүмкін. Негізі қабірде жатқан әулиелерге Құран бағышталып, сауабы солардың аруағына арналуы тиіс. Ал кесенені құшақтап, қабырғыштарын сүйіп, ағаштарға шүберек байлау исламға жат дүние. Мұндай әрекеттерге сауап емес, керісінше күнә жазылады. Бұл әулиеге де басқа әулиеге келгенде де оқымыстылар Құранда айтады, хадисте айтады, пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, ешқашан өлген адам, о да саған ұқсаған бір адам, ол Құдай емес. Біз тек қана жалғыз Алладан сұрауымыз керек. Деген Алланың досты мыналар әулиелер. Әулиелердің қасыға келіп, Құдай, осы жерде жатқан жақсы адамыңның құрметіден маған мана нәрселерді бер, маған шипа бер, маған дәулет бер, маған жақсы салих перзент бер деп елімізге амандық тілейді. Ал енді мана жеріне келіп құшақтаса, сүйсе, ол ширк болады, ол күнәккар болады. Оны Құдай кешірмейді. Құдай барлық күнәхны кешіреді. Тек қана Құдайға ширк қылған, мынанда құшақтап, осыған құлшылық қылған кешірмейді. Әулие сақта деу болмайды. Алладан сұрап бер деу. Бүгінде Сайрамда бар сансыз бап деген сөзді білмейтін жан кемдеген. Расында да көне шаһардың қай шиырына, қай қиырына барсаңыз да бір молаға тап боласыз. Қара шашана жерленген сағананың артында Бабай Тағаятты інілерінде қабірі бар. Ел арасында оларда өз заманында әулие дәрежесіне жеткен деген сөздер айтылады. Күн қақты болған сол кесенелерге мемлекет тарапынан мезгіл-мезет көңіл бөлініп, бекзаттық болмысын сақтап тұруы тиіс. Өйткені олар аталар ізінің айшықты таңбасына куә.